Жарайды, былай жасайық. Бұл жерде Cisco'ны араластырмай ақ қояйын әзірге. Так, Paint'ты табайын. Қараңыздар, Cisco Catalyst әзірге араластырмаймын. Былай жасайық. Unify Access Point'ты мен қазір көріп тұрмыз. Біз қазір көріп тұрмыз оны. Бұл жерде 02 Access Point'ның IP адресі тұр. Ол солай қала берсін. Одан кейін біздің жаңағы 192.160 бұл жерде жалпы мен сіздерге үйдегі интернет көрсете салайын. 192.168.01 бұл бізде Beeline'ның жаңағы үйдегі кәдімгі провайдердің берген роутері. Сол жерде LAN-ды көреміз. Мысалы LAN желісі 01 бұл біздің негізгі gateway шлюзіміз болып тұр. DHCP клиентті қараймыз. Міне desktop GPU бұл бізде қазір 5-ші IP-шник талыпты. Тағы бір desktop 3-ші IP-шник талыпты. Бұл менің мынау менің лаптоп, жаңа сабақ жазып отырған ноутбугым. Оны да көрсек болады. Так, 7-ге барайын. IP config. 03-ші IP адрес міне. Бұл менің осы ноутбугым. Оның атын да мына жерден көре салайық. Desktop, жаңағыдай FH, бір нәрсе. Міне, 1FTG жалпы түсінікті. Одан кейін мыналар енді қолданылып тұрған жоқ. Expired, Galaxy телефон 8, одан кейін Desktop GPU 9-шы IP-шникті кейінірек алған екен. Так, енді былай жасаймыз. Так, 02 бізде кім екенін жерде танымай тұр, бірақ біздің қазір мынау Unify Access Point болып тұр. Қазір былай жасайық. Енді біз серверімізді, мына жердегі виртуалды серверлерге мен қазір былай жасаймын, қынаны кішірейтем. Одан кейін барлығын осы локальный сетке қосып жібере салам. Оны жасау үшін былай біздеміз network адаптер, одан кейін так, bridget қыламыз. Physical жаңағы біздің осы PC-дің Ethernet картасына мына екі машинаны қоса саламыз қазір. Оларда IP-шник алу керек сосын. Окей нүктесін басамын. Бұл жерде так, мынаны да жаңадан орнатылған операциялық жүйенің settings-ін басайын және bridget қылам. Directly connected. Оның барлығы бір портта жұмыс жасай береді. Сондықтан серверға келеміз. Міне жерде міне кішкене активация жүруде, бірақ біз оған статикалық түрде ChatGPT-дің берген ақылынан кішкене ауытқимыз енді. Бұл жерде біз қазір былай жасаймыз. Мына жерде property. Бұл жерде 10-ші подсет емес, енді бұның барлығы 0-ші подсетте болады. Себебі біздің так, DNS сервер негізі өзін жаса деген еді. DNS серверді өзін жасайық, себебі бұл қазір атын жаңағы local lab дегенді жаңа компьютеріміз табуымыз керек. Окей жасаймын. Close. Міне lab local. Қазір көреміз, интернет пайда болады ма? Так, lab local ping. Жасап көремін. Так, интернет пайда болмады. Сондықтан кішкене ары қарай міне, так, сет пайда болғандай болды. Қазір көреміз, күтеміз. Так, 10-ші IP-шник бізде бос болатын. Так, 10-ші IP-шник бос бізде. Так, lab local. Интернетке бірақ шыға алмай жатыр. Оның себебін мен қазір былай түсініп тұрған сияқтымын. DNS-ті, может, DNS-тен кішкене шатасып жатыр. Былай жасайық. 888 192.168.0.10 өзінің IP-шнегі DNS ретінде default gateway. Бізге жаңағы окей, close. Так, қайтадан пинг жасап көрейік. Так, кішкене жарайды, еш нәрсе қалмайды. Қазір былай жасаймыз. Windows серверге келеміз, Settings-а келеміз.
network адресті тіркелеміз. Мына жерде просто хосттың IP адресін бөлісіп кетеді. Сондықтан бізге бұл дұрыс емес еді негізі. Бұның өзінің желісі болғаны дұрыс. Мына жерге галочка қойып көрейік қазір. Окей. Немесе тіпті былай жасасақ болады, қараңыздар. Осы жерде кішкене бұл енді өзі IP-шникті DHCP сұрап көрсін. Қандай IP-шник алатын қарап көрейік. Close. Так, Network 2. Идентификация жүруде. Қазір Settings'a келеміз. Міне 11-ші IP-шникті алды. Және бізде так. Интернетке шыға алмай жатыр. Негізі интернеттің қажеті де жоқ бұл жерде. Так. Network 2. Details. Так. IPv default gateway 0.1 DHCP сервер. Now. DNS серверде 0.1 дейді. Өзінің IP адресі 11 алды. Network 2. Local. Так, жарайды. Қазір мен сіздерге көрсетейін. Windows 11-ге келсек. Так, бұл жерде не жаздық біз? Бұл жерде Physical Network. Так, cancel. Кішкене енді осындай troubleshooting жасап көрейік. Бұның так, replicate жасамай көрейік. Тағы да ping жасаймыз. Енді IP-шінге интернет өтті. Яғни бізге replicate деген керек емес. Нақты жаңағы оның IP-шінен қайталаудың қажет жоқ. Сондықтан replicate галочка қоймаймыз. Бұл жерде бізге жұмысқа арналған network жасап отырмыз. Қазір мына кішкене үлкейтейін. Next нүктесін басамын. Интернет жоқ бізде. Жарайды, керек емес ол бізге. Так, next. Бізге бұл компьютерді домен контроллерге қосу маңызды. Ол тест үшін жарайды, бұл кішкене ойлана тұрсын. Оға дейін біз мынаны жасап тастайық. ChatGPT-дің жазған нәрсесі. Так, Unify-ды тап дейді access point-ты, және оны біз NFS ретінде қосуымыз керек. Ол үшін так, мақсатымыз Unify access point-ты NFS-ға сұраныс жібере алатындай жасауымыз керек. Ол үшін Radius клиентке бар. Radius клиенттерді аш. Так, Radius clients and service, Radius clients. Так. Radius clients and service, Radius clients. Осы жерде new friendly name бір ат бере сал дейді. Unify дей салайық. Unify access point адрес 192.168.0.2. Себебі қараңыздар. Бізде бұл 0.2 access point. Так, енді так, кішкене тексеріп көреміз. Адрес resolve. IP адрес 0.02. Так. Не болып кетті? IP адресті таптық. Verify деп. 0.2 деп тауып отыр. Себебі оған атын шеше алмай отыр. Жарайды, оны шеше алмады. Жаңа DNS бізде жұмыс жасамай отыр. Мына жерде shared secretті жаз дейді. Жазаңыз дейді. Мысалы сіз shared secretті мына жерде біздің ChatGPT айтты. Кішкене оңай қоя сал дейді. Тест 1-2-3 дейді мысалы. Так, қазір. Тест 1-2-3. Тест 1-2-3. Тест 1-2-3. Тест 1-2-3. Окей. Так, Unify Access Point, Radius Standard Enable жасадық. Енді есте сақта дейді. Unify NFS-қа сөйлесе алады, бірақ әлі аутентификация полосы жоқ дейді. Қазір тексер, клиент қосылды ма дейді. IP дұрыс па дейді. Клиент қосылды ма? IP дұрыс па дейді. Мына жерде бір сұрақ қойып жүрейік. Қалай тексеремін деп. Тексеремін.
қысқа тексеру NPS ішіне мына жерге кір дейді. Сол жерде тізімде Unify бар ма? Мысалы мынау егер көрініп тұрса, окей де IP дұрыс па тексеру, Unify Access Point, IP қалай білеміз? Unify Controller, Devices, Access Point, IP адрес. Сол жерде NPS-тағы сол IP, NPS-тағы IP бұл, қарапайым тексеру, серверден пинг жаса дейді. Reply бар ма? Окей, жасап көр дейді. Бұл жерде қиын еш нәрсе жоқ. Пинг жасап көрейік. Мысалы 192.168.0.2-ні пинг жасаймыз. Пинг бар. Так, біздің мына мәшинеміз қосылмай жатыр. Так, бұл жерде бұл интернетте не қылмақшы? Интернет осы так, жарайды, былай істейік, қазір Windows 11-де кішкене бізді отвлекать етіп жатыр. Бірақ осының мәселесі шешіп тастайық қазір. Бұл жерде интернет бар қылайын мен, сөйтіп так, әзірге натпен жұмыс жасап жүрейін, жарайды. Так, кішкене қазір тексереді, қосылады. Так, connected next. Network address translation жарайды. Қазір көреміз. Мына жерге біздің Microsoft-қа кір деп қоймай жатыр енді. You'll use to. Бізге work керек. Так. Sign in options көрейік. Domainге қосамыз бұны. Enter your name дейді. You'll use this name to sign to your device дейді. Так. Біздің қолданушымыз тест user болатын. Тест user деп жаза салайын әзірге. Next нүктесін басайын. Password дейді. 1-2 дей салайын әзірге. Так, бізде олды қандай еді? Тест 1-2 леп белгісі болатын негізі. Жарайды, біз доменге қоспадық әзірге. Мынау қазір доменге бірақ қосамыз бұны. Так, мынау керек емес. Так, мына жерде әзірге жауап сұрап жатыр. Так. Достар, барлығын 0-ден бастап көрейік. Осылай қызық болады дейді. Next. Так, доменге қоспадық, бірақ қазір доменге қосамыз. Next. Windows 11 операциялық жүйесі әрине бұны жақтырмай сыни пікір танытып жамандайтын қолданушылар да бар. Бірақ Windows енді түсінікті барлығымыз қолданатын үйреншікті офистарда Windows операциялық жүйесін барлық қолданушылар, қарапайым қолданушылар әсіресе Windows 11 бәріміз қолданамыз. Және бұл бір жағынан өте жақсы, яғни дизайны барлығы жақсы келе жатыр, бірақ так, мына жерде енді update later жасайық. Update later. Continue. Так, жарайды, ол орнатыла берсін. Хайп. Так, мына жерде енді біздің неге келгенім шаршасып қалдық. NPS-та клиентті көрсетеді. Окей, полиция жасаймыз. Осы жерден логин басталады. Так. Ping бары, қорытынды NPS-та клиент көрінеді. IP сәйкес ping бар. Егер бәрі окей болса, жаз. Окей жасаймыз. Окей. Жарайды, клиент окей деп жазайын. Так, полиция жасау. Аутентификация ішке қосу. Мақсат тест user Wi-Fi арқылы кіре алсын. NPS policy жасау. Ол үшін policies, network policy жаз. Right click жаңасын жаса. Оның атын Wi-Fi policy деп қой дейді. Так, онда көрейік. Network policy. Бұл жерде policy, ережелер. Сол жерде network policy. Жаңасын жаса дейді. Оның policy атауы Wi-Fi policy деп қой дейді. Жарайды, мынаны теруге де болады, бірақ көшіріп қоя салайын. ChatGPT-мен бірдей болу үшін. Так, policy name, Wi-Fi policy. Одан кейін type of network access server деген екен. Next нүктесін бас, conditions, user group дейді. Domain usерлерді қосасыз дейді. Так, мына жерде type of unspecified remote desktop gateway. Так, unspecified қалдыра береміз. Next нүктесін басамыз.
Так, conditions add user groups add группаны қос дейді. Қазір біз группаны іздейміз. Бұл жерде группаның аты BIC болатын. Мысалы, check names, BIC бар, окей. Lab big, add группты қос, так, cancel. Біреу бар, окей. Так, next басамын. Access granted, domain users, next, access granted таңда, authentication method қалсын, default окей, кейін дұрыстаймыз, next, finish, нәтиже, енді Active Directory юзерлер радиус арқылы аутентикация болады. Тексеру, policy тізімде бар ма, enabled па дейді, policy окей деп жаз дейді. Так, бұл жерде access granted болады. Next. Так, enhanced authentication protocol type және negotiation between NPS and clientтердің арасында байланыс дейді. Бұл жерде Microsoft'тың жаңағы MS Shop version 2-ні қолданады. User can change password after it has expired. Барлығын қалдырамыз. Чапты, папты, спапты өшіріп тастаңыз деген екен. Тағы да басқа типтерін қоссақ болады. Мысалы, Smart Card немесе басқа да сертификаттарды EAP TLS-ті қалдырсақ болады. Немесе Microsoft'ың Protected EAP, яғни PAP-ті қалдырсақ болады дейді. Secure Password осыларды таңдасаңыз болады деген екен. Так, біз қазір былай жасайық. Policy окей ме? Бір жерден, осы жерден тағы бір кішкене сұрақ қойып жіберейік ChatGPT-ға. Былай жасаймыз. Қазір мен мына жерде мынаны суретке түсіріп аламын. Одан кейін оны жұмыс үстеліне сақтаймын. Desktop. Бір деп сақтай саламын. Save нүктесін басамын. Енді ChatGPT-ға осы суретті беремін. Бізге не жауап береді екен? Бірінші суретті берейін. Так. Суретті қабылдады. Енді көреміз. Барлығы қысқа жауап. Қазір үшін бәрі дұрыс. Microsoft'ың Protected EAP-ті таңда. Окей. PAP, MS Shop бұларды password, username, password тест юзер үшін ең оңай. Сертификат керек емес әзірге. PAP-ті қос таңда деген екен. Неге? Себебі бұл сертификат керек емес әзірге. EAP TLS таңдасаң сертификат керек болады. Оны кейін жасаймыз. Бұл сирек қолданылады дейді. EAP MS Shop version 2. MS Shop version 2 PAP плюс. Так, сонымен сенде болу керек PAP қосылған. Чекет төменде дейді. Finish жаса. Unify-ға радиус қосамыз дейді. Policy окейді бас дейді. Сенде барлық дұрыс дейді. Сенде PAP қосылып тұр дейді. Мынаны өшіре тұр. Так, MS Shop version 2 қосылып тұр. User encryption қосылып тұр. Енді PAP-ті таңдауыңыз керек дейді. Қазір көрейік. Так, мына PAP-ті да таңдай сал дейді. Так, қалғандары қосылып тұр. Үлкейтеміз. Next нүктесін басасыз. Так, configure constraints дейді. Idle timeout, session timeout. Мына жерге timeout қойсақ болады. Жарайды, бізге жеткілікті. Next. Так, стандарт. Next. Finish. Жарайды, Wi-Fi policy пайда болды. Бізде оған grant access болды. Және жасылмен жанып тұр. Енді біз былай жасайық. Policy окей деп жазайын мен. Policy окей. Тамаша, енді ең қызық жері Wi-Fi login step 6 Wi-Fi Unify радиусқа қосу. Мақсат Unify NPS-қа сұраныс жіберсін дейді. Unify контроллерде settings profiles радиусқа бар дейді. Так, Unify контроллерде profiles радиусқа бар add new бас дейді. Ол жерде name, NPS, сенің серверіңді портты нұсқайсын дейді. Одан кейін стандартты secret таңдайсын дейді. Сосын Wi-Fi SSID өзгеру. Таңда немесе жаңасын жаса. Ол жерде security, аттарын өзгерту керек кішкене. Так. Enterprise таңда жаңа нәтиже Wi-Fi пароль емес, login password сұрайды. Тест, сенің екінші PC Wi-Fi-ді таңда, login pop-up шығады. Так, бұның барын көруге болатын сияқты. Тамаша, былай жасаймыз. Unify profile радиуске бар дейді.
Так, settings, profiles-ке барамыз. Осы жерде радиусқа бар деп тұрған сияқты. Радиусқа бар, жаңа о жерде жаңасын таңда. Так, радиус settings. Так, TLS керек емес, аутентификация серверді таңдауымыз керек. Бұл жерде біздің аутентификация сервері қазір көреміз. Так, IP config. Бізде 11-ші IP ішіңкте тұр, 192.168.168.0.11. Так, shared secret'ті қой дейді. Бұл жерде бізде тест 1-2-3 болатын. Мынаны көшіріп аламын. Және, так, тест 1-2-3 қоямын. Басқа еш нәрсе керек емес сияқты. Save нүктесін бас. Wi-Fi-дің атын өзгерту керек дейді. Так, apply changes. Кішкене name қалып кеткен екен. Name'ді NPS қыл, себебі бұл NPS дегеннің өзі не? Мысалы, қазір сұрай салайық. Gemini, Google'дың Gemini'нен сұрай салайық. Network Policy Protection Service па, солай болатын. Windows Server NPS деген не? Бұл қарапайым радио сервердің орны. Міне, Network Policy Server бұл Microsoft'тың радиустың протоколының іске асырған жүйесі дейді. Сондықтан толығырақ кейін оқи берсек болады. Так, NPS деп ат бере сал дейді. NPS деп так. This one authentication server. Так, apply changes. Так, authentication server дейді. Бұл жерге мен не терім керек? IP адресін терім керек. Please add at least 192.168.0.11. Қосуым керек. Дұрыс, міне қосылды. Енді apply changes басамын. Міне бізде бір радио сервер пайда болды. Одан кейін Wi-Fi-дің SSID-ні өзгерту керек, және ол жерге қауіпсіздікті басқашын таңдау керек. Радио сервер жаңа NPS. Енді Wi-Fi-дің атын өзгертеміз. Мына жерде қараңыздар, бізде қазір Home Wi-Fi-ға қосылып тұр бір жағынан. Бірақ біз оның атын өзгертіп жүреміз. Ол үшін Wi-Fi-ға келеміз. Так, оның атын қалай қойсақ екен? Атын кез келген қылып қоя берсең болады дейді. Мысалы, біз былай жасайық. Home Wi-Fi Unify. Енді бізде бұл енді радиуспен жұмыс жасап тұр деп қояйық. Және паспорт бізде жарайды. Паспортты пайдаланбайды енді бұл жерде бізде. Так. Так, Home Wi-Fi Radius. Так, Advanced Auto. Қазір. Бұл жерде security, яғни пароль, бұл жерде пароль болмайды. Так, пароль әрине бос болмайды. Wi-Fi. Так. Қазір. Security. Өзіңнің SSID таңда, немесе жаңасын жаса. Settings, Wi-Fi, SSID өзгерту. Так, окей, пароль жарайды. 1-2-3-4-5-6-7-8 тұра берсін әзірге. Бірақ мен мына жерде қауіпсіздікті. Так, access point. Қазір шығып кетейік. Settings. Так. Қазір settings. Так. Radius MAC Authentication, Security Protocol мына жерде өзгертуіміз керек. Біз бұл жерде VPA2, VPA3 Enterprise таңдаймыз. VPA2, VPA3 Enterprise таңдаймыз. Сол кезде бізде пароль сұрамау керек. Мысалы, VPA2, VPA3. Мына жерде жоғары жақта қараймыз, пароль жоғалып кетті. Енді радиус сервердің профайлы, қазір көрейік. Радиус сервер жаңа қосқан NPS, жаңа профайл таңдаймыз. NPS-ті таңдаймыз. Так, одан кейін NAS ID дейді. Ол жерде Basic Service
ID қалды. Жарайды, бұл жерде ешнәрсе өзгертпейміз деп ойлаймын. Apply changes басамыз. Енді так, бізде қазір атында өзгерте салайық. Мына жерде radius деп жаза салайын. Radius apply changes. Так, енді бізде қазір қараймыз. Мына жерде міне Wi-Fi мынаның бәрі жоқ болып кету керек. Қазір мен Wi-Fi-ді бір рет өшіремін. Жаңа басынан қайтадан қосамын. Қазір кішкене мына жерде тексеріледі. Міне home Wi-Fi radius пайда болды. Connect басқан кезде enter your username and password. Я мысалы мен мына жерге test user собачка яғни lab. Одан кейін так, енді мен сабақ жазып отырып кішкене шадасып ұмытып қалып жатырмын, бірақ lab local еді әрине. Түсінікті, local және пароль бізде тест 123 және леп белгісі болатын. Окей нүктесін басамын. Home Wi-Fi қосылуға тырысуда. Так, енді әрине кішкене бір қателіктер кетті. Мен бұл жерде былай жасайын, ноутпадты ашайын. Біздің қолданушыны қазір кішкене қарап жүрейік мына жерде. Тест user жасадық. Оны біз домен контроллерден көрсетсек болады. Так, users, тест user. Бұның паролін өзгертпеймін әрине қазір. Reset password. Мына жерге жаңа пароль қойсақ болады, бірақ тест user бізде. Түсінікті. Қазір қайтадан көреміз. Так, ноутпадқа тересілайын. Тест user. Так, и пароль бізде тест 123 мынандай болатын. Так. Тест user lab local пароль. Так, тест user lab local. Окей нүктесін басамын. Так, қосылуға тырысуда. Connecting. Так, мына паспортты көшіріп алайын. Copy. Тест user pick. Reset password кішкене. Так, unlock users account. Окей. Password for test user has been changed дейді. Так, ноутпадқа барайын. Я тест user 123 қойдым. Енді қайтадан қосылып көреміз. Connecting. Так, тағы бір қызық нәрсе. Мына жерде бір анық қарай салайық. Мысалы қараңыздар. Мына жерде бұл қай жерде тұрғанын көру үшін профайлды көрсек болады, немесе аккаунтты қараймыз. Міне тест user lab localда тұр бұл негізі. Сондықтан ешқандай қате теріп жатқан жоқпыз, бірақ біздің компьютер авторизация өтпеген, доменге кіріп тұрған жоқпыз. Сол проблема болуы мүмкін. Қазір бітеміз. Так, тест user lab local. Одан кейін пароль қоям. Окей. Көреміз, қосылмақшы болады, бірақ кіре алмайды. Себебі менің компьютерім әрине түсінікті, desktop GPU бұл өзімен өзі қазір доменге қосылып тұрған жоқ. Так, desktop GPU. Так. Так. Компьютер менеджмент жарайды. Қазір енді так, device manager. Міне workgroupта тұр бұл бізде. Бұны мен доменге қосуым керек. Қазір мен доменге қоссам, бұл перезагрузка сұрайды. Перезагрузка жасалмай тұр, бұл доменге қосылмауы мүмкін. Сондықтан болуы мүмкін деп тұрмын, қосылмаған. Қазір енді біз былай жасаймыз. Так, былай жасап көрейік. Так, менің
физикалық PC доменде емес, мен Wi-Fi security VPA 2, VPA 3 Enterprise етіп өзгерттім. Және ол менен қосылу барысында логин пароль сұрауда. Логин паспорт сұрауда. Бірақ қосылмай жатыр. Менің физикалық жақсы, бұл жақсы нормальный этап. Демек флоу жұмыс істеп тұр, логин сұрап тұр, радиус reachable. Енді тест дебаг жасаймыз. Ең жай қате юзернейм дұрыс формат па. Тест юзер былай дұрыс емес. Lab тест юзер былай жаз, немесе былай жаз дейді. Бұл түсінікті, мен оны солай жазып тұрмын. Так, паст. Одан кейін мына жерге пароль қойдым. NPS логты тексеру ең маңызды. Event view custom мына жерге кел дейді. Соңғы errorды қара. Не істейміз? Access denied, authentication failed, user not out. Қарапайым тексеру. Сенің PC доменде емес. Окей, проблема емес ол дейді. Time sync маңызды дейді. Менде мысалы 10:07 PM. Ал енді біздің сервер 10:07, ол да PM local. Так, бұл жерде local time 22:08. NPS policy дұрыс па? Policy ішіндегі domain users бар ма? Access granted па дейді. Қазір не істейсің? Екі нәрсе. Қандай username жаздың? Event view error бір сөйлем болса да маған жібер дейді. Оны көру үшін бізде custom views, server roles, так, event viewer. Event viewerге барымыз керек. Так, бұл жерге event viewerге барайық енді. Так, event viewer'ды ашамыз. Осы жерде custom views, server roles, соның ішінде network policy access серверге кіреміз. Так. Мына жерде бір кішкене ескерту бар екен, бірақ ол неге байланысты екен? Көрейік. Так, бір бәле, details. Так, general. Так, бірақ бұл емес деп ойлаймын, біздің қате. Қазір мынаны көшіруге тырысып көрейік. Көшіріп алайық. Copy. Одан кейін так, бір ғана ескерту тұр, бірақ бұл негізгі мәселе емес деп ойлаймын. Так, мынау бүкіл қатені жіберді. Барлығын жарайды. Осыны бере салайық ChatGPT-ға. Не шешеді көрейік. Жақсы, бірақ бұл қате емес. Бұл лог не дейді? Security overthink, ол қатысы емес. Бізге нағыз лог керек. Мына жерден қара. Custom views, server roles, network policy and access server. Так, event viewer, custom views, одан кейін server roles, network policy and services, Зде event ID, fails access, соларды қара дейді. Так, network policy, кішкене жаңартып жіберу керек мына жерде. Refresh. Так, refresh. Так, ешқандай проблема көріп тұрған жоқ бұл жерде. Бір ғана ескерту тұр. Так, logoff, login. Так, бұл жерде. Былай жазайық. Бұл жерде басқа ешқандай дәл жаз дейді. Дәл жаз. Test user. Lab немесе. Так, немесе былай жаз дейді. Так, lab test user. Тест 1-2-3. Test user. Окей.
Так, can't connect to this network. Қазір көреміз. Wi-Fi-ға келейік. Enterprise VPN-ді, Home Radius, Broadcasting All, так, Hotspot, бұл жерде проблема жоқ, Bandwidth Limit жоқ. VP Enterprise, RFM. Так, қосылмады, Wi-Fi қосылмады. Жарайды, NPA2 Enterprise, NPS, профайларға келеміз, радиус серверді қараймыз. Так, мына жер дұрыс болу керек. Енді тағы бір мәселе, қараңыздар, былай жасаймыз қазір. Так. Мына жерде группа емес, былай жасаймыз қазір мына жерге. Осы жерде бір групп жасасақ болатын еді. Мысалы, New Organizational Unit немесе Group, Контакт. Жарайды, user бірден user жасасақ осы жерде. Мысалы, BIC дей салайын, Big деген пользователь болады. Бізде BIC, Next. Так. Что за назар? Окей, басқа атау таңда дейді. Так. Тест user 2. Тест user 2. Next нүктесін басамын. Пароль қой дейді. Мына жерге бір пароль қояйын. Бұл парольден жаңа сабаққа арналған шатаспаймыз. Password never expressed. Окей. Finish. Енді Network Policy'ға келеміз. Мына жерге Wi-Fi Policy қалды. Осы жерде кішкене бір өзгерістен Grant Access, Conditions. Мына жерге Add. Мысалы, User Group. Так, Windows Groups, Machine, User Group. Client Machine. Так, мына жерге бірден қолданушының өзін қосып жіберейін деп едім. Так, жарайды, болмады. User Group жасауымыз керек. Так. Users'ın ішінде New Group жасайық. Бұл групптың атын Radius User Group. Radius User Group. Security, окей. Radius User Group бізде тұр. Test User 2-ның осының ішіне жылжытсақ болады. Move Users. Так, енді домен контроллермен жұмыс істемеген біраз болды, достар. Шамалы шатасып жатырмын. Кішкене қайталап оқу керек болды. Бір орнатасын, одан кейін ұмытып кетесің. Так, Big Test User неге бұл? Так, Test User 2, Big Group пайда болды. Мына жерде. Так, мына жерде Big пользовательдерге бердім ба? Так, Big, Мына жерде. Так. Мемберлерді қоса салайық, кішкене дұрыс болды. Чек. Тест юзерді, тест юзер 2-ды қоса салам. Окей. Apply. Окей. Түсінікті, Big User группқа бердік. Оның ішінен тест юзер пайда болды. Әрине. Өте қарапайым негіз нәрсені шатастым. Жарайды. Connect. Қазір мен парольдарды енгіземін. Енді кез келген енгізе саламыз. Тест юзер. Ол бізде lab local және пароль. Пароль бізде тест 123 және леп белгісі болатын. Окей. Так, енді қосылу керек. Так, мына жерде негізі өзім мынаны жасап, одан кейін мынаны жасап кішкене шатастық. Ол да бізде дұрыс болмады. Radius User Group қазір оны табамыз. Міне Radius User Group. Бұларға мемберлерді қосамын. Тест User Check Names. Екеуін таңдаймын. Окей. Apply. Окей. Так, қостым. Енді Wi-Fi Policy'ға келеміз. Кішкене User Groups таңдаймыз. Add. Бұл жерде Groups. Add Group. Қазір оның атын табындаймыз. Radius User Group. Radius. Check. Radius User Group. Окей. Окей. Так. Apply. Окей. Так, Access Granted. Так. User Groups Lab, Radius User Group, Wi-Fi. Так, бұл жерде. Так, аутентификациядан кішкене қате болып отырма бізде. Так, Grant Access, одан кейін
policy enabled, grant access. Just this policy. Так, type. Remote desktop gateway unspecified. Remote desktop gateway. Так, қазір. Conditions бізде мынау. Constraints. Так, authentication methods. Так, мынаны алып тастайын. Так, біз мыналарды қалдырайық әзірге. Аутентикацияның жаңағы протоколдарына біз келеміз. Мына жерде таңдалып тұрған міне карт және сертификат деген, бұл сертификат орнатуымыз керек. Ол кішкене басқаша. Security password. Мынау негізі дұрыс, осыны қалдырсақ болады. Security password, Microsoft Authentication version. Бұл жерде user consent. Так, жарайды, осы паспортты қояйын. Если осында алып тастап, қайтадан тағы бір жасаймыз. Так, жарайды, кішкене аутентикация методты өзгерттім. Енді Home-ға қайтадан қосылып тырысып көреміз. Test user. Ол бізде lab local және пароль тереміз. Тест 1-2-3 лепілгісі. Окей. Так, көрейік. Қосылуға тырысуда. Жақ, қосылмады. Жарайды, бұлай жасаймыз. Қазір мына жерде. Так, settings-ға келейік. Қосылмай жатыр. Мынаны алып тастайық. Remove. Apply. Окей. Қазір осыны ChatGPT-ден сұраймыз. Суретке түсіріп, егер дұрыс болмай жатса. Так. Мына жерде username. Жоқ. Username. Так, connect using сертификат. Мына жерде міне көрдіңіз, төмен жағында сертификат немесе SIM картаны қосылуға да мүмкіндік беруде. Так. Бізде қолданушы тест user, собачка, local lab local, пароль тест 1-2-3. Окей. Так. Кішкене ойланып қалды. Және так, окей. Жарайды, қосылмай жатыр. Кішкене. Так, conditions, settings. Так, қосылмай жатқанын айтайық мына жерге. Қазір мен мынаны түсіріп алам суретке. Save. Так. 2 деп сақтай салайын. ChatGPT-ге берейік екінші суретті. Және жазайық. Қосылмай жатыр деп. Қосылмай жатыр. Логин пароль дұрыс теріп атырмын. Жақсы, скрин бәрін көрсетті. Сенде негізгі проблема анық көрініп тұр. Проблема. Сенде type is boss, яғни ешқандай аутентикация месін қолданбай жатыр. Шешімі 1 минутта. Мына жерге кір. Policy constraints authentication methods. Policy constraints authentication methodsқа бар. Сол жерде тұрмыз. Осы жерде add бас және Microsoft'ың продукты осын пас. Пиап ішіне кір. Қосылу болу керек дейді. Жарайды. Так, add Microsoft пиапты таңда дейді. Одан кейін осының ішіне кір дейді. Так. Так, одан кейін security password қосылу болу керек. Security password. Less secure authentication methods мыналар дейді. Так, пиап. Ішіне кіре алмаймыз. Қазір едитті басып, қатені тағы да жіберейік ChatGPT-ға. Так, мына жерде
Editті басқан кезде деп көрсетіп қояйық. Достар, мен бұны әдейі бірге сіздермен көріп жасап жатырмын. Өзімде үйрену, сіздерге де үйрету мақсатында пайдалы болу үшін. Так, бұлай жасаймыз. 3-ті таңдаймын. Окей. Так, логин окей, немесе error шығады. Қайсы PIAP қос, save, Wi-Fi, forget network, қайта қосылды дейді. Бір рет ұмыт. Логин сұрайды деді. Wi-Fi логин сұрайды. Так, көрейік, өте жақсы. Бұл классикалық жағдай. PIAP үшін серверде сертификат жоқ, сондықтан ең жылдам шешім қазір үшін бізде толық PKI керек емес. Сондықтан уақытша PIAP таңда, бірақ edit баспа, жай add PIAP окей. Не болады? Windows өз self-sign сертификат жасайды. Клиентте warning шығады, оны ignore жасай саласың. PIAP пен мынау екеуі, policy ішінде дейді, қосымша тексер. Policy ішінде PIAP checked болу керек. Қазір тексер. Так. Мына жерде түсінбей тұрмын. Policy ішінде дейді. Так, жарайды, бұл жерде. Так, қазір. Apply. Окей. Енді policy ішінде. Мына жерде. Так, бізде мына authentication method. Кішкене осы жер дұрыс емес. Chump version 2 тұрмай тұрған сияқты. Так, қазір осы жерді жіберу керек бізге. Сол кезде ChatGPT тағы да көреді барлығын. Қате болса. Так, мына жерге сыйдырайық. Так. Мына жақты оқу керек бізге ChatGPT. Так, 4-ші суретті сақтаймыз. ChatGPT-ға 4-ші суретті береміз. Егер шықпаса, continue connect anyway бас дейді. Test user lab. Так, enter басайық. Жақсы прогресс бар, бірақ бір маңызды нәрсе проблема скрин бойынша сенің policy ішінде framed protocol тең PPP бұл Wi-Fi үшін дұрыс емес. Шешім бір policy, Wi-Fi policy property бас, settings табына бар, мына жерді таңда framed protocol толық алып таста дейді. Wi-Fi propertyге бар. Wi-Fi policy шығар. Так, қазір. Wi-Fi policy properties. Так. Propertiesке бар. Осы жерде settings табына бар. Мына жерде framed protocol дейді. Settings. Framed protocol мүлдем алып таста дейді. Мына жерде толық алып таста. Apply окей. PPP диалог VPN үшін әрине. Ethernet type. Сондықтан mismatch reject болып жатыр. Қазір тексер дейді. Мынаны мен негізі алдын ала қосып жердім. Мынаны жойып таста дейді. Remove. Service type framed дейді. Сол жерде service type framed бар екен, ол қалу керек па? Service type framed. Жаза салайық. Сол жерде service type framed бар екен. Қалсын ба? Қысқа жауап, сервистен алып таста дейді онда. Ол да диалап VPN үшін дейді. Бұны да жалып тастаймыз. Apply, окей. Енді диалап деген түсінікті баяғы заманның технологиясы, ол қазір қалған. Негізі диалапты ешкім қолданбайды қазір. VPN енді қолданады. VPN үшін бірақ жаңағы радиустың аутентификациясы VPN оны басқаша үшін айтқанда. Так, енді қайтадан қосылып көреміз. Мына жерге тереміз. Test user. Так, lab local. Және пароль тереміз. Тест 1-2 enter нүктесін басамыз. Окей. Connecting. Verifying connection. Так, қосылмады. Так, мына жерде constraints, authentication PIAP, settings, мына жердегі бәрін алып тастадық. Так, encryption, settings.
Так, constraints. Shop. Негізі, мынаны да қосуым керек еді негізі ше. Иә. Негізі осы екеуін шамалы шадасам, шын айтайын, енді протоколдар кішкене Microsoft'ын ұсынбайды, біресе бұларды қазір бәрі япта жұмыс істеу керек дейді, бірақ мынау кейбір кезде бұның өзі қауіпсіз негізі. Тест user, көрейік, тест user, lab, local, тест 1-2-3, окей. Так, cancel. Жарайды, мынаны жою керек болды. Бір рет өшірейік, қазір былай істейміз. Мына жерге келеміз, одан кейін settings'a келеміз. Осы жерде так. Network and Sharing Center, Wi-Fi. Manage no networks. Так. Бұл жерде Home Wi-Fi ғана қосылған. Так, қазір шешеміз мәселені. Test user, собачка, local, lab, local. Так, қазір қарайсақ. Тест 1-2-3. Окей. Жарайды, қосылмауы мүмкін, бірақ біз ананы қазір жоямыз, қосамыз, тексереміз. Жарайды. Так, мына жерде settings'a барайық. Мынаны жойдым, constraints. Мынаны move down. Бірінші мынау өтсін бізге. Солай жасап көрейік. Apply, окей. Так, connecting, test user, lab, local. Тест 1-2-3. Окей. Enter username and password дейді. Тест user 2. Тест user 2. Тест user 2. Окей. Так, жарайды. Енді кішкене тіреліп қалдық. Бізде кішкене мәселе туындады. Мына жерде constraints'ті көрейік қайтадан. Так. 5-ші сурет. Және 6-ші сурет. Так, екі суретті береміз. 5 және 6. Окей. Достар, енді бұл жерде Microsoft'ың, осыдан бастағанымыз дұрыс болды негізі. Бұның өзі оңай нұсқасының бірі болып саналады. Жақсы, конфиг қазір дұрыс көрінеді. Енді бәрі окей сияқты. Келесі қай жерден файл екен табу ең ықтимал проблема. Сенде PIA бар, бірақ сервер сертификат жоқ. Клиент reject етуі мүмкін. Клиенттен не шығады? Wi-Fi қосылғанда warning шықты ма? Немесе еш warning жоқ па? Ең тез тест маңызды. Windows клиент сенің PC қолмен профиль жасау. Control panel, network, manage wireless networks, enterprise network. Профайлды қолмен жасай салу керек дейді. Ол жерге қолмен кіре сал. Сертификатты тексеруді жоя сал дейді. Осыны қолмен жасап көре сал дейді. Жақсы, қолмен профайл жасау дегеніміз, ол былай жасаңыз дейді. Control panelге барыңыз дейді. Control panel. Одан кейін осы жерде network, manage wireless networks, түсінікті.
Так. Network and Sharing Center. Set up new connection at Enterprise Network. Так, қазір былай жасаймыз. Manually connect to wireless network. Next нүктесін басамыз. Network name бізде security type таңда дейді. Біздің енді атын теру керек. Home Wi-Fi, Unify, Radius. Бұның аты да біраз жұмыс бойында да. Так. Home Wi-Fi, Unify, Radius. Home Wi-Fi, Unify, Radius. Unify, Radius. Radius үлкен ме, кіші ма? Radius барлығы үлкен екен. Radius, окей. Home Unify, Radius, окей. Enter, VP2, Enterprise. Так, бізде мынау. Encryption type. Start this connection automatic connect events and not broadcasting. Security key. Web'ті таңдап қалды. Так. VP2 Enterprise таңдайық. IS. Так, мына жерде протокол IS. Достар, бұл жерде қандай? Бұл жерде тек қана бірақ жаңағы шифрование түрін беріп жатыр. Бұл жерде Advanced Encryption Service, яғни VP2 Enterprise. Так, маған терсек қазір бұл қосылмайды деп ойлаймын. Парольді теруға мүмкіндік бермей жатыр. Security key болмайды. Так, бұл дұрыс болмады. Так, Control Panel, Network Management, Wireless Networks, Wi-Fi. Так, Manage Wireless Networks. Так, Network. Manage Wireless Networks. Network and Sharing Center. Manage known networks. Network manage wireless networks. Enterprise network. Security check. P2 Enterprise. Message PAP. ChatGPT-дің кішкене көмегі біткен сияқты. Так, қанша болды? Сабақты бір ауыз көре салайық, бірақ так соңына дейін қосылатын болса 58 минут деді. Так. Так, қазір қосыламыз. Жерде артықтарды жабайын. Так, жарайды. Connecting қосыла алмай жатыр. Test user. Lab. Local. Test. 1-2-3. Enter. Окей. Radius. Так, кішкене мына жерде былай тексерейік. Біріншіден бізде NPS бар, бірақ оны тексеру мүмкін ба? Radius бар. NPS wired networks, wireless networks. TLS. Сертификатты қолданатын болсақ, TLS-ті бұл жерге сертификаттар жүктеу керек болады. Так, бұл жерде еш нәрсе өзгертпейміз. Wi-Fi-дің бізде қауіпсіздігіне келейік. Мына жерде security протокол бізде VP2, VP3, Enterprise, VP2, Enterprise, VP2, Enterprise, Radius Profile, NPS. Так, NSID дегенім. Так, PMF, Protected Managed Framework.
Ссылка for some specialties. You recommend disabling security. Required optional disabled. Так, optional. Так, жарайды, бұл жерде барлығы Wi-Fi speed limit. Жарайды, барлығы бұл жерде дұрыс деп есептейік. Енді бізде не проблема бар сонда? Так, мына жерде Wi-Fi profile жасадық, enabled. Мына жерде бізде ешқандай қате көрсетпей жатыр. Ең бастысы. Так, группаны қостық. Users, test user, radius user, global security group, universal. Так, оған байланысты емес. Test user lab local, big. Lab local users. Lab local test user 2. Так. Processing order 1. Так, қазір. Policy enabled. Grant access. Type of network access test. Так, мұны қақтан, бұл десктопқа түсіп кетті. Бұл да жаңағы. Так, apply. Так, unspecified. Так. Жаңа мен мышкамен ойын басып отырып, remote desktop gateway деген әрине бізге бұлар керек емес, unspecified бұл қалу керек, apply. Енді бір көрейік, енді кейбір детальдер қалып кетіп жатыр. Test user lab local test 1-2. Окей. Connection Wi-Fi. Так, окей, бұл да қосылмады. Так. Condition if the following condition are met. User groups lab big, radius user group. Так, authentication method. SHAP version 1, SHAP version user can change password after it has expired. Or MS SHAP version 2. Grant access. Secured password or Microsoft protected YAP extensive authentication protocol method. Grant access. Так, бұл жерде барлығы дұрыс. Қазір көреміз. Policy enabled. Unspecified. Under specific дейді. Apply. Conditions. Так, группалар, constraints. Так, жарайды, барлығына рұқсат берейік енді.
Так, радиуста байланыс бар, себебі бізде логин пароль сұрауда деп айтты жаңа. Демек радиустар байланыс барлығы дұрыс. Так, тест user lab local. Так, пароль тереміз. Окей, нүктесін басамыз. Так, былай жасап көрейік. Қазір Windows 11-ге келейік, мына біреуіне. Одан кейін бұл жерде так, VMware. Так, қазір VMware tool'ды орнатайық. Windows 11 машинасында. Одан кейін бұл компьютерді доменге қосайық. Ең бастысы System. Так, PC1 Domain over Group. Change. Так, доменге қосамыз. Домен бізде Lab Local деп аталынады. Окей. Так, домен контроллер табылмай отыратын. Так, next. Typical, next. Так, бұл жерде табылмай жатқаны себебі былай болады. Қазір сетевой настройкаға келеміз. Сол жерде бұның так, IP-шниктерін қараймыз. Біріншіден так, IP-шникті басқа жақтан алған, мүлдем. Соны реттеу керек. Так. Network адрес. Так, Bridget. Bridget қылайық. Окей. NAT емес, яғни NAT деген көрдіңіз бе, бірден Network адрес translation болып кетті. PC-де бір ішкі IP-шник болды. Так, қазір бұл енді біздің барлық сетке қосылу керек. Так, идентификация. Бірақ бір таңғалғаным, барлығын дұрыс жасаған сияқтымыз. Радиус сервис байланыс болды. Мына жерде пароль дұрыс болды, бірақ қосылмай жатыр. Қателерді көрсетпей жатыр. Қазір ChatGPT-де тағы да біраз қинаймыз. ChatGPT-ден сұраймыз. Так, details. Мына 10 IP-шникті алды. Енді кішкене ойлана бер, Так, мына орнатылуда. VMware Tools. Так, енді қайтадан бір іздеп көреміз. Lab Local'да. Так. Tools орнатылғаннан кейін кішкене үлкейді экранымыз. Так, табылмай жатыр, жарайды. Қазір бұны табудың жолын былай болады бізде. Так. Так, кейінірек рестарт жасаймын. Так, сет қосылмай жатыр. Так, 01. Properties. Так. Жарайды, хостты өзгертеміз ба енді? Жарайды, ұзақ болса да жасаған. Сабақ ұзақ болды, бірақ соңына дейін жеткізейік. Windows System Drivers etc host properties. Так, бұл жерде security, одан кейін edit. Так, полный доступ береміз, apply. Окей. Notepad-пен ашамыз. Және былай жазамыз. Мысалы, бұл жерге IP адрес жазамыз. 192.168.0.11. Бұл бізде
lab local DNS қолмен жазамыз, сақтаймыз, жабамыз. Одан кейін тағы бір рет тексеріп көреміз. Окей. IP адресі бойынша lab localды іздейді. Кішкене іздеу жұмыстары жүруде. Так, табылмады. Active Directory lab control domain content could be contacted and choose the domain content type is correctly. Так, так. Change'ның user. Енді барлығы үйде хомлап болғаннан кішкене осылай проблема болады. Әлбісе офистағы жаңағыдай микроотек немесе Cisco наоборот құрылғылар болса, және ол жерде домендік DNS барлығын DHCP дұрыс жұмыс жасап қойсақ, мынандай үйдегі роутерлерден өтпейтін болса, онда негізі қиын емес әрине жасап тастауға болады барлығын. Так, network DHCP қараймыз. Так, сервер PC 11. Көрдіңіздер ме, домендік атау мына жақта сервер 1 деп жазылып тұр. Сервер 1С1 доменді көре алмай жатыр. Так, енді change domain lab local. Окей. Көрдіңіздер ме, бізде негізі бір проблема lab localды көре алмай жатқан себебі, мына жерде DHCP клиент жаңағы VPN біздің серверіміз, бұл жерде өзгертуге мүмкіндік жоқ, яғни мына жерде атын бере алмаймыз хостнеймді. Біздің мына жақта қосыла алмай жатқан себебіміз де сол болуы мүмкін. Себебі біз lab localды көрмей қалып жатыр. Сондықтан бұларды бір сетқа изолирование жасау керек еді. Қазір изолирование былай жасай салам, мен онда бірден қараңыздар. Осы жерде Windows серверға келемін, settings. Мына жерде network адаптерді мен LAN сегмент 3-ке түсіріп жүрем. Окей. Так, интернет жоғалады. Windows 11-ға келемін, settingsға келемін. Одан кейін network адаптерді мен LAN сегмент 3-ке ауыстырамын. Окей. Енді ешқандай проблема болмайды. Олар бір-бірін табу керек. Енді окей басам мысалы. Так, окей. Мына жерде кішкене сеттен жүріп жатыр. Мына серверде мысалы біз DHCP-де настройка жасауға болады. Так, локальный сервер сеть. Так, табылмады. Так, қазір кішкене настройкалар жасап жүрейік. CPL. Так, lab local details. IP-шникті. Так, бұл жерде бір IP-шниктерді ойлай саламыз. Мысалы, 192.168.10.10 деді. Так, окей. 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 Close. Енді мына жерде де IP адрес береміз. Properties. Так, 192.168.10.12 дей салайын. Так, окей. Окей. Close. Так, ping 192.168.10.10. Так, енді 10 пингқа барды. Енді біз хост файлын қайтадан туралап жіберейік. Бұл жерде жазуды жою керек еді. 10. Так, lab local. Так, Ctrl-S. Сақтаймыз. Енді қазір осы жерде доменге қосуға тырысамыз тағы да. Так. Окей.
қызық болды ғой. Ping on. Так. Так, ns lookup. Так, 192, 168, 10. Так, тест unknown DNS request timed out. DNS-ті анықтай алмай жатыр. Біздің DNS сервер жұмыс жасамай жатыр. Себебі бұл бізде... Так... сабақ environment болғандықтан кішкене қиындықтар туындауда. Так, ns lookup 192 168. Иә, достар, менде кішкене біраз болды айтып отырғанымдай. Қазір былай жасайық мен. Мына жерде properties. Так, DNS сервер ретінде міне қою керек еді. 192 168 10 мысалы. Я 10 DNS серверіміз бұл керек біздің. Окей. Так, енді 10-ды сұра дейміз. Так, табылмады. Біздің DNS серверлер. Так. Окей. Я, енді тапты, әрине түсінікті. DNS серверді, достар, енді түсінем, біраз уақыт болды. Active Directory домен контроллер қоймағалы, бірақ қараңыздар, мына жерде DNS серверді указать етесіздер, одан кейін олар тез табады бір-бірін. Я, DNS серверді указать етеміз. Енді бұл жерде пароль енгізейік. Admin. Так, lab. Так, администратор. Lab. Локалдағы администратор. Оның паролін тереміз. Окей. Енді ол қосылады бізде қазір. Міне, welcome to lab local domainге қош келдіңіз дейді. Енді рестарт жасауымыз керек. Бұл жерде, рестарт жасап жүрейік. Одан кейін тағы бір нәрсе. Update. Microsoft-ың апдейті. Жарайды. Тағы бір нәрсе айтпақшы. Мына жерде былай жасайық. Бұл жерде де кішкене бізге жаңағы тәжірибе көмектесуі мүмкін. Сондықтан беспроводной сеттің мысалы. Так, Ethernet свойствосына келейік. IP4-ке келейік. DNS сервер ретінде 192, 168, 10-ды таңдайық. Окей. Енді қосылуға тырысып көрейік. Так, тест user, собачка, lab local. Окей. Көрейік. Connection. Так, жарайды, өтпеді. Бір әліге қосылмауда. Біз траблшутингті жалғастырамыз. Так, екінші қолданушында көре салайын. Тест user 2, lab local. Так, паролін тереміз. Окей нүктесін басамыз. Қосылмауы мүмкін, бірақ біз жұмысымызды жалғастырамыз. Бұл жерде не істейміз? Так, DNS-ті. Так. Мына жерден бір-екі нәрсені тексерейік шынымен ақ. Былай жасайық. Бірінші пинг жасайық. 192, 168. Кешіріңіздер. Біз қазір мүлдем виртуалды машинаға қол жеткізіп жоғалтып алдық негізі. Себебі біз оларды
үшінші подсветка лақтырып жібердік қой. Так, сондықтан тек мына компьютер қосылғанын күту керек. Так. Так. Wi-Fi. Так. Жарайды, енді мынаны күту керек болды. Тағы не айтамыз бұл жерде? Wi-Fi адаптерді мұнда қосуға тырысып көруге болады. Так. Please your computer on дейді. Қазір виртуалды машинаға removable devices, соның ішінде TP-Link 802.11ac VLAN адаптерді қосуға тырысамыз, компьютер қосылған соң. Және Wi-Fi жасай ма виртуалды машинада, соны қарап көреміз. ChatGPT-дің айтуы бойынша виртуалды машинада Wi-Fi жасамайды. Бірақ неге тексеріп көрмеске? Так, бұл жерде Ubuntu-ды жаба тұрайық. Бұл жерде так, shutdown now дейміз. Ubuntu 3-та. Так, көріңіздер, Ubuntu енді әрине Linux тез жұмыс жасайды. Так, Microsoft бізде біраз күттірді. Так, енді қараңыздар, тест юзерді доменге қосылғандықтан көріп қойды. Оның паролін тереміз. Тест 1-2-3. Так, енді бұның профайлын дайындайды қазір қолданушының жұмыс үстелін. Так, сервер Windows. Microsoft 11 керемет деп айту қиын. Неге екенін білмеймін, жай істеп жатыр. Так, removable devices, TP-Link адаптерді connect жасаймыз. Так, окей. Так, көрейік. Так. Біздің хост машинадан жоғалып кетті. Ал виртуалды машинада Wi-Fi-дың мүмкіндігі пайда болмады. Wired display. Так, тағы да бір рет қосып көреміз. Virtual machine, removable devices. Так. USB. Так. TP-Link.
Так, қосылып көрейік. Wi-Fi виртуалды машинада негізі қосылды. Так, қазір жерде безопасностьты тексеруде. Бір жағынан біз осы компьютерге, яғни доменге қосылып тұрмыз, және тест юзермен кіріп тұрмыз. Сондықтан Wi-Fi-ға қосылама. Так, verifying connection. Бұл жерде бізден логин парольді сұрамай тұр, себебі біз домендеміз қазір, және біздің қолданушы тест юзер. Так, сонда да енді сұрады, жарайды енгізіп көрейік. Тест юзер, біздің пароль lab local, және тест 1-2 пароль енгіземіз. Окей нүктесін басамыз. Home Wi-Fi-ға қосылуға тырысуда. Так, қосылмады. Так. Бізде негізі аутентификациямен проблема болып жатыр. Мына жерде так. Енді бір қызығы, мынандай да жұмыс жасасақ болатын еді. Wireshark'ты пайдаланып, осыны troubleshooting жасасақ болатын еді. Бірақ мына жерде Wireshark жоқ қазір. Так. Достар, былай жасаймыз. Қазір одан да ары қарай кетеміз біз. Ол қалай жасаймыз? Міне былай жасаймыз. Қазір мына жерде бұл виртуалды машинаны так, settings біздің желіге шығарамыз қайтадан. Окей. Ал мына машинада так, remove devices, бұны Wi-Fi-ді алып тастаймыз бұл жерден. Және біздің өзіміздің хост машинаға қосып аламыз. Енді мына жерде Windows серверға келіп, бұл жерде былай жасаймыз. Қазір nCPL. Так, бұл жерде қолмен жазылған IP-шниктерді өзгертеміз. Барлығын автоматты түрде ал дейміз. Окей. Бұл қазір 11-ші IP-шникті қайттан алады. Так, 11-ші IP-шник алды. Сервер қол жетімді. Мына жерде қосыламыз. Мына машинада бізде Wireshark бар. Так, енді біз былай жасаймыз қазір. Так, USB кап деді. VMnet, беспроводная сеть. Так. Так, капча. Қайсын ұстаймыз? Беспроводная сеть. Осы беспроводная сеть ұстайық. Қазір ешқандай жұмыс жүріп жатқан жоқ. Бірақ біз қазір аутентификация жасаймыз. Home userге connect. Так, қолданушы енгіз дейді атын. Test user. Lab local. Так, тест 1-2 пароль. Окей. Так. Так, қосылмады, бірақ біздің Wireshark'та еш нәрсе ұстамады. Соған таңғалып тұрмын. Беспроводная сеть. USB кап. Бізде виртуальный беспроводная сеть. Так. Бүгін толықтай сеттің мәселесімен айналысамыз. Беспроводная сеть. Мынаның бәрі виртуалды. TP-Link wireless адаптер. Так, USB адаптер болғанда мүмкін осыны саңдап тұрма деп таңғап тұрмын. Так, жарайды, осыларды ұстап көрейік қазір. No. Так. Ethernet адаптер for loopback traffic. Network.
Подключение по локальной сети. Так. Сети. Так, қазір Wireshark'ты тіпті серверге орнатып тастаймыз онда. Бұл мәселені шешпей қайтпаймыз жалпы. Так. Wireshark. Так, download now. Windows installer. Так, one time. No thanks, just download. Әзірге қолдамадық, бірақ Wireshark'ты скачать етіп жатырмыз. Жарайды, былай жасайық. Енді жоқ, болмады дейік. Болмады, қосылмай жатыр. Енді ChatGPT'ді шамалы сұраққа алайық. Окей, енді нақты дебаг режиміне өтеміз. Қысқа, дәл, ең маңызды. NPS логты қара, тағы да тексер event view, custom view, server roles. Так, маған керек event fail болу керек ішінен. Так, ол жерде сенің так, network policy серверде так, мына жерде так, event viewer, custom views, server roles, custom views, server roles, network policy and access server. Так, маған керек event болу керек дейді. Так. Бізде бұл жерде бір ғана event тұр, басқа event жоқ. Жылдам тест. Condition ішінде қазір сенде уақытша бәрін өшір, тек қалдыр domain users дейді. Username нақты тексер дейді. Тек осыны қолдан дейді. Domain user. Группаны пайдаланба, domain userді пайдалан дейді. Так, жарайды, олай да көрейік, қалай көреміз. Бұл жерде conditions, мыналарды join дейді. Remove, add. Бұл жерде Windows groups, machine groups, user groups дейді, access client, IP версия адрес. Так, client. Так, бұл жерде қолданушыны таңдай алмаймыз. Бәрін өшір, нақты тексер, тек осыны дейді. Сервер писе айырмашылық 5 минут болу керек дейді. 5 минуттан қазір сен істейсің. Policy тек domain user қалдыр, қайта connect жаса дейді. Так, policy domain user қалдыр дейді. Так, user таңдау мүмкін емес деп жазайық. Жақсы түсіндім, сен групп таңдауын дұрыс жерден жасамағансың. Қалай дұрыс жасаймыз? Domain users, policy, properties, condition stuff, енді бас, user groups. Енді жаз, locations, lab, жергілікті емес, domain дейді. Нәтиже check нейміз, use domain users, check нейміз. Нәтиже condition ішінде domain users, ескі топтарды алып таста, remove кейін. Так, енді сен дұрыс жасамағансың дейді. Қалай дұрыс жасамағансың? Domain users, policy, properties, condition stop. Policy, properties, condition stop, user groups, user groups, add groups. Так, lab local'da тұр негізі, local дұрыс қой. Group, object type, group,
enter object name бұл жерде radius емес, мысалы pic check names окей, lab pic окей. Так, енді маңызды таңда lab жергілікті емес домен. Енді жаз domain users, нәтижесінде domain users. Condition ішінде тек domain users. Так, окей. Кейін apply, forget, қосыл. Так, қосылмайтынына сендім. Test user. Lab local. Test 1-2-3. Окей. Так, окей. Active Directory users, big, test user, users, groups. Так, PAC members, test user, local, big. PAC users. Так, окей. Wireshark. Next. Так, керегін бәрін орната бер дейміз. T-Shark. Next. Так. Так. Жоқ. Дұрыс істей салайын. Доптор дұрыс. Жақсы, онда нақты root cause табамыз. Қазір дәл дейді. Қазір NPS нақты неге reject жасы соны көрек. Event viewer тағы бір дәлел көр дейді. Ең соңғы логты аш ізде. Маған мына екі жолды көрсет. Қазір бір соққыр түрде істеп жатырмыз. Нақты айтады, дұрыс емес. User рұқсат жоқ па, месседж сәйкес емес пе? Мына себептердің бірі дейді. Лог жібер, жауаппен шешеміз дейді. Мұнда бірақ қана лог, значит ол жаққа. Так, event viewer access. Бұл жерде бір ғана лог жазба. Так, жақсы, демек request NPS-ға жетіп жатыр дейді. Сол бір логты аш дейді. Так, ChatGPT, Wireshark. Так, бұл жерде бір ғана лог. Так. Сенің скринке қарап, сенде екі piap метод бар. Piap, мынау дейді. Шешім қазір жаса. Так, piapты ғана қалдыр. Мынаны өшір дейді. Неге? Piap қолданады. Шатастырады, reject кейін. Apply Wi-Fi forget қайта қосыл дейді. Бұл тағы маңызды емес. Орнек. Негізгі мәселе. Демек проблема қайдағы? NFS байланыс жоқ. Байланыс бар еді ғой. Текст тексер ең. Wi-Fi дұрыс па? Дұрыс. Так, 18-12. Біраз IP-шіліктерді өзгерт бастадық. Profiles, Radius, 18-12. Жарайды, мына жерге галочка қояйық. VLAN. Так, мына жерде shared secretті дұрыс енгіздік. Ол байланыс бар негізі. Accounting, окей. Так, Wi-Fi, Radius,
VPA 2 Enterprise NPS. Так. Basic Service ID, Service ID, Access Point Name, NS ID деген не екен? Так, мына жерде қазір осыны ChatGPT-ға берейік. Так, сақтаймыз. Jita. Лог шықты ма, жоқ па? Так, Jita, окей. Қарастырайық. Жібереміз. Жақсы, енді нақты бір жағда сенің скрин дұрыс, Unify жағынан бәрі окей сияқты дейді. Сұрайды, радиус рекурс NPS-ға жетпей жатыр. Қазір қадам тек осын жаса. Wind Firewall-ды өшіре тұр дейді. Радиус клиент қайта тексер дейді. Бірақ Unify қазір Firewall-ды өшіре тұр дейді. Одан кейін так. Windows-тың Firewall-да ұстап тұру мүмкін шынымен. Мына жерде қауіпсіздігі күшейіп кетті. Енді Branch администратор қазір көрейік. Windows PowerShell. Так, осы жерге Firewall-да өшіре тұр дейді. Так, окей. Енді қайтадан қосылып көрейік. Test user lab local test 1 2 3 окей. Так, қосылмады. Так, Wireshark не болды? Так, Server Manager. Feature Installation Succeeded. Так, Tools. Firewall. Так. Так. Так, достар, былай істейік. Мүмкін қараңыздар. Мына жерге мен жаңағы қолмен DNS-та шешуді жазайын. Windows бұл жерде System 32, Drivers, etc, Hosts, Properties, Security. Бұл толық доступ бар. Так, енді Open with. Так, нотпадпен ашамыз. Одан кейін осы жерге қолмен жазамыз. Мысалы, так. 192, 168, 011. Бізде lab local деп жазайық. Сақтайық, жабайық. Одан кейін қайтадан қосылып көрейік. Test user lab local. Test user lab local. Test 1-2, окей. Так, connecting, verifying connection. Так, тағы да болмады. Так, мына жақ Wireshark қатып қалды, себебі бұған рұқсат бермей тұрған сияқты. Сырттан кейбір жүктеулерді жасауға. Так, мына жерде қауіпсіздікті әбден түсіріп тастауға болады. Оны қалай жасайды қазір көрейік.
жаңа нұсқасында manager server manager properties дейді, tools, так, check names, radius user group, окей, apply, окей, так, conditions, так, idle timeout, sport type, мына жерде қараңыздар, ChatGPT мынаны ұмытып кеткен сияқты. Бұны жіберіп көрейік, мысалы 8, окей, так, бұл маңызды ма, соны сұрап көрейік. Так, міне нақты проблема табылды, сенде нас болып немесе дұрыс емес, матч болмай жатыр, лог шықпайды, тек мынаны рұқсат бер дейді, қалғанын бәрін алып таста дейді. Так, на sport type дейді, бізге wireless керек, apply, окей, енді қосылып көреміз. Так, connect, так, test user, собачка, lab local, так, тест, 1-2-3, окей, нүктесін басамыз. Security, home Wi-Fi, так, қосылмады, Wireshark қатып қалды. Так, ChatGPT өтірік айтып жатыр, тағы бір нәрсе, бұны негізі интернеттен оқып алу керек екен. Так, common connection tunnel types, так, wireless, так, жарайды, Ethernet кабельді де рұқсат берейік. Connection tunnel types. Так, тағы да бір нәрсе ChatGPT айтпай тұрған мүмкін. Мына жерде apply, окей. Так, тест user 2, lab local, так, пароль енгіздік, енді көрейік, жарайды, қосылады ма? Verifying connection кетпеді. Так, where's my Yandex account? Test user, lab local,
тест 1-2 окей. Так, ой, қосылмады. Так, policy қарайық. Type unspecified conditions constraints. Так, біреуін жойып тастасаң да болады деді. Негізі шатасып жатырған шығар деді. Так, move down. Мына біреуді remove жасай салайық. Apply. Окей. Тағы да қосылып көрейік. Lab test user lab local test 1-2 окей. Так. Points all. Так, advanced manual. Так. And steering. Center and pass. Так, жарайды, WPA2 Enterprise пен бір көрейік. Енді қатты нәрсе өзгертпейін шығар, бірақ тексеріп көрейік. Кішкене ескі нұсқасымен test user lab local test 1-2 окей. Так. Так, Google'дан іздеп көрейік енді. Unify Access Point Windows NPS Radius Server. Так, how to set up Radius Unify Authentication дейді. Configure дейді. How to configure. Так, мына жерде бір кішкене проблемалар болған екен. Так, check the NPS logs дейді. Try setting the access points as Radius clients in NPS. Access points as Radius clients. Так. Radius clients. Advanced settings. Enables Radius client. Unify access point. 192.68. Resolve. Окей. Shared secret. Template. Manual. Так, негізі байланыс бар негізі бізде. Мәселе ол жүрде емес. Так. Concept UD match. Control connector. IP, it should be access. Authentication. Так, жарайды, бір видеоны қараймыз. Кішкене өткізіп. Дауысын басамыз. Так, skip. Енді көреміз, не дейді екен. Yes. Create new user.
Так, Unify'да біраз настройка бар сияқты, қарап көрейік. Так, Wi-Fi, Profile, Radius. Так, Edit. Так, Home Office Radius Open болып бітті қазір. Негізі ол дұрыс емес. Және қосылмады. Так, біз не өзгерттік бұл жерде? Так, Secured. Так, Test User. Lab Local. Test. Окей. Так, достар, жарайды, енді кішкене сәтсіздік болды. Бұл жерде былай жасайық, қазір мен сабақты бөлемін. Сөйтіп, жөнделген сәтін кейін түсіремін.